أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz 9-cı dərsке kelip toxtadıq. الدرس التاسع 9-cı sabaq. Mən həzər roculu. Бұл адам кім? Осылай сұрақ қойсақ болады. Мән хәзә ар-рожул. Немесе мысалға былай қойсақ болады. Мән хәзихи имраату. Бұл әйел кім? Бұл әйел кім? Хуа Аббас дейді. Хуа Аббас. Ол Аббас дейді. Аббасун тәжирун. Аббас не кім ол? Ол саудагер. Бірақ қандай саудагер ол? Хуа Аббас тәжирун ғониюн. Бай саудагер. Ғони дегеніміз не дедік алдын сабақта? Бай. Бұл сөз сипат болып табылады. Оны грамматикада сифа дейді, немесе нағат дейді. Сифа немесе нағат. Мысалға тағы да бір мысал. Хамиду мударрисун. Хамид мұғалім. Хамиду мударрисун жадидун. Хамид жаңа мұғалім. Жаңадан келген, новый, жаңа. Бұл не ол? Негізінде сипат, сипат. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Түсінікті? Тағы да мысалдар бар. Мә хәзә, бұл не ол? Хәзә туффах, бұл алма. Ат-туффаху фәкихатун ләзизатун. Алма дәмді жеміс. Тәтті жеміс. Көрдіңіздер ме? Ләзиза дегеніміз бұл сипат болып тұр. Нені сипаты осы? Жемісті айтып жатыр. Ол қандай жеміс ол? Ләзиза, тәтті. Мә зәлика, анау не? Зәлика усфурун. Анау торғай, шымшық дейді усфур. Шымшық. Әл-усфуру таирун сағирун. Шымшық кішкентай. Кішкентай құс дейді. Шымшық кішкентай құс. Сағир дегеніміз жақта не ол? Бұл да сипат. Өйткені қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Қандай? Жақсы. Әл-арабияту лұғатун сәхләтун. Араб тілі жеңіл тіл. Араб тілі жеңіл тіл. Осыны қойсақ болады. Әл-арабияту лұғатун жәмиләтун. Араб тілі әдемі тіл. Әдемі тіл. Аммарун талибун мужтахидун. Аммар ыждахатты студент. Ыждахатты студент. Ва Махмудун талибун каслану. Ал Махмуд жалқау студент. Жалқау студент. Каслан дегеніміз не ол? Жалқау. Еріншек. Мән әнті сен кімсің? Әна талибун, мен студентпін. Әнті талибун жадидун. Біріншісі хамзасы бұл сұрақ, сұрақ белгісі. Әнті, сен жаңа студентсің бе? Сен жаңадан келген шәкіртсің бе? Наам, әна талибун, мен студентпін, бірақ қандай студент? Сипат, жадидун, мен жаңа студентпін. Енді бүгін осындай сипатты өтеміз, иншалла. Тапсырмаларды орындайық. Иқра уактуб дейді. Бірінші тапсырмада оқып жазамыз. Мұхаммедун талибун қадимун. Мұхаммед ескі, бұрыннан келе жатқан студент. Әзәлика рожулу мударрисун жадидун. Анау ер кісі жаңа мұғалім бе? Лә, жоқ. Хуа табибун жадидун. Ол жаңа дәрігер. Хәзә дәрсун сәхлун. Хәзә дәрсун
сәхлун. Бұл жеңіл сабақ. Аббасун тәжірун шахирун. Шахир деген не ол? Танымал. Аббас танымал саудагер. Билалун мухандисун кабирун. Билал үлкен инженер. Әл-инклизияту луғатун соғбатун. Ағылшын қиын тіл. Ағылшын тілі қиын тіл. Соғба дегеніміз қиын деген мағына. Қиын немесе ауыр деген мағына білдіреді. Ауыр. Әнті роджулун ғанiyun. Сен бай адамсың ба? Лә, жоқ. Әна роджулун фақирун. Мен кедей адаммын. Әл-Қахирату мәдинатун кабиратун. Каир үлкен қала. Әнті мударрисун қадимун. Сен ескі, яғни бұрынғы мұғалімсің бе? Лә, жоқ. Әна мударрисун жадидун. Мен жаңа мұғаліммін. Хамидун талибун каслану. Хамид жалқау студент бе? Лә, жоқ. Хуа талибун мучтахидун. Ол ыждахатты студент. Жақсы. Келесі, біз қасына сипат қойымыз керек. Осы сөйлемдер берілген, соған қастарына сипат қойымыз керек. Мысалға, Хадижату талибатун. Хадижа студент. Бірақ қандай студент мысалға? Біз айтайық, жадидатун, жаңадан, жадида. Мысалы, қадима деп айтсақ та болады. Яғни бұған мына жаққа кез келген сипатты қоямыз. Екінші мысал, Халидун тәжирун. Халид саудагер. Қандай саудагер ол? Сипат қоямыз. Біз білетін. Шахир танымал. Танымал саудагер. Халид танымал саудагер. Әл-арабияту луғатун. Қандай араб тілі? Сәхләтун жеңіл ме? Соғбатун ба мысалға? Соғбатун. Араб тілі ауыр тіл, қиын тіл. Осылайша мына жақтың барлығына біз сипаттарды қойып шығамыз. Жақсы ма? Келесі мәселе. Бұл жерде сипат берілген. Енді сипатталған нәрсені қойымыз керек. Мысалы, әл-арабияту луғату. Луғатун дегеніміз бұл мәнғұт, сипатталған нәрсе. Мынау сипатталған нәрсе. Нені сипаттап тұр? Тілді сипаттап тұр. Не дейді? Араб тілі жеңіл тіл. Мысалы, әнә қадимун. Мысалы, біз қалай қоямыз? Кез келген сөзді қойсақ болады мына жаққа. Мысалы, әнә талибун қадимун. Немесе әнә табибун. Әнә табибун қадимун мысалға. Мен ескі, бұрынғы дәрігермін. Аммарун ғанiyun. Кез келген сөзді қоямыз мына жақта. Мысалға, тәжір. Аммар бай саудагер. Хаза қаламун максурун. Бұл қалам, бұл сынған қалам дейді. Файсалу. Файсал дегеніміз бұл адамның аты. Файсал деген адамның аты. Адамның аты. Мысалы, мына жақта қоямыз. Файсал талибун каслану. Файсал жалқау шәкірт дейміз. Мына жақта бізде оқы дейді. Соларда бір оқып шығайық.
Кәсілен жалқау дедік. Жауан дегеніміз бұл аш. Қарныңыз аш болса, осылай айтасыз. Атшан деген бұл шөлдеу. Ғұдбан дегеніміз ашулы. Мәлән толы. Мысалдарды оқиық. Mesela әнә жауан. Әнә жауан деген не қандай мағына? Менің қарным аш деген мағына. Мен ашпын деген мағына. Мен деген мағына. Мен ашпын. Әнтә жауан. Сен ашсың ба? Сенің қарның ашып жатыр ма? Лә, жоқ. Әнә ғатушан. Мен шөлдеп тұрмын. Мен шөлдеп тұрмын. لماذا المدرس غضبان اليوم يوم дегеніміз бүгін. Алифламмен келсе бүгін деген білдіреді. Al-yawma. Бүгін мұғалім неге ашулы? Ашулы, ызалы, неге ашуланып тұр бүгін мұғалім? Осыны сұрақ қойса. Әл-кубу мәлән. Куб деген бұл стакан, стакан. Мәлән деген толы. Яғни суға толып тұрма, бір шайға толып тұрма мысалға. Соны мәлән деп айтамыз. Соны толып тұрған нәрсе. Іші нәрсеге толы. Енді жаңа сөздер бағана өткен. Әл-лұға. Бұл тіл, тіл. Шахир. Танымал. Әл-мәдина. Бұл қала. Ат-тайр. Бұл құс. Әл-яуму. Бүгін деген мағына. Кәсләну. Жалқау дедік. Жауан. Бұл аш. Атшан. Шөлдеу. Мәлән. Толы. Ғадбан. Ашулы. Әл-ғусфур. Бұл шымшық. Әл-яума. Негізі бүгін. Онда әл-яуму болса, бұл күн деген білдіреді жалпы. Күн. Әл-яума де фатхамен айтылса, онда ол бүгін деген білдіреді. Ал әл-яуму деп даммамен айтылса, онда күн дегенді. Мысалы, әл-яум күн дегенді білдіреді. Жақсы. Келесі бізде сол 9-шы сабақтың бәсі, яғни екінші бөлімі. Айнал мударрис. Мұғалім қайда? Айнал мударрис. Мұғалім қайда? Ұстаз қайда мысалға? Хуа фил фасли. Ол сыныпта. Ол сыныптың ішінде. Айнал мударрисул жадиду. Жаңа ұстаз қайда? Жаңа мұғалім қайда? Көрдіңіздер ме? Мына жақта жадид деген бұл сипат. Бұл нағд. Хуа айндал мудир. Ол директордың алдында. Айнда дегеніміз алдында. Яғни мысалы дәл алдында тұрса құзырында деген мағынаны білдіреді. Айна толибу жадиду. Жаңа студент қайда? Новидан келген студент қайда? Захаба илал мактабати. Ол кітапханаға кетті. Мен залика раджул тауилу аллази хараджал ал-ан минал мадрасати. Дәл қазір мектептен шыққан ұзын, басына аударайық. Анау дәл қазір мектептен шыққан ұзын адам кім? Яғни қиын сөйлем, яғни дәл қазір ана жақта дәл қазір мектептен шыққан ұзын адам кім? Хуал мудирул жадид. Ол шығып кеткен кісі жаңа директор. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. Қазір сыныптан шыққан кішкентай бала кім? Кішкене бізде қазақ тілінде артынан бастап аударады. Қазір бірінші уақыт айтамыз да.
қазір сыныптан шыққан кішкентай бала кім? Хуа ибнул мудирил джадид. Ол жаңа директордың баласы. Лиман тилка сайяроту джамилату. Анау әдемі көлік кімдікі? Хия лил мудирил джадид. Ол жаңа директордікі. Лиман хазал китабул кабир. Бұл үлкен кітап кімдікі? Ахуа лил мударрис. Ол ұстаздікі ма? Ол мұғалімдікі ме? Лә, жоқ. Хуа лит талибул джадид. Ол жаңа студенттікі. Айна ал-милғақату ас-сағирату. Кішкентай қасық қайда? Айна ал-милғақату ас-сағирату. Кішкентай қасық қайда? Хия фил куби. Ол стаканның ішінде. Айна ал-курсиюл максуру. Сынған орындық қайда? Хуа хунака. Ол ар жақта. Хунака дегеніміз ар жақ. Яғни алысты білдіреді. Хуна деген бар. Хуна. Хунака. Хуна дегеніміз осы жерде деген білдіреді. Осы жерде. Ал хунака дегеніміз ана жақта, ар жақта. Осы жерде емес, ар жақта, алыс жақта білдіреді. Енді тапсырмалар. Иқра уактуб дейді. Ат-табибу джадиду фил мусташфа. Жаңа дәрігер ауруханада. Ат-табибул қадиму фил мустаусаф дейді. Ескі дәрігер, яғни бұрыннан жасап жатқан дәрігер, бұл да емханада. Әл-мустаусаф дегеніміз бұл емхана. Яғни аурухана секілді, бұл да больница секілді. Әл-қаламул максуру алал мактаб. Сынған қалам партаның үстінде. Әл-мирвахату әл-джадидату фил ғурфатил кабирати. Мирваха деген бұл желдеткіш, яғни бізде вентилятор дейді. Вентилятор. Желдеткіш. Жаңа желдеткіш үлкен бөлмеде. Әл-лұғатул арабияты сәхләтун. Араб тілі жеңіл тіл. Әл-валаду тауилу ләзи хараджа минал фасли әл-әна талибу минал хинд. Осы ұзақ сөйлемді аударып көрейік. Дәл қазір сыныптан шыққан ұзын бала Хиндтан келген студент. Түсінікті? Қазір сыныптан шыққан ұзын бала Хиндтан келген студент. Әна фил мадрасаде санавия. Яғни мен, бұл санауи дегеніміз, арабтарда иптидаия дейді, санауи дейді. Санауи дегеніміз, яғни екінші кезеңдегі оқу орны, яғни колледж ғой, колледж. Яғни мен колледждемін дейді. Сонда колледжде оқылатын мектептемін. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. Кедей адам уәзірге қарай барды. Уәзир дегеніміз бұл көмекші. Жәләсі талибу джадиду. Жаңа студент отырды. Хольфал хамид. Жаңа студент Хамидтің артына қарай отырды. Әс-сиккинул кабиру хаддун джиддан. Үлкен пышақ өте өткір. Хаддун, өткір. Мән хазал валаду сағир. Бұл кішкентай бала кім? Хуа ибнул мударрисил джадид. Ол жаңа мұғалімнің баласы. Яғни бос сөйлемдерді, бос жерлерді алифламмен толтыру керек, жай ғана. Нарақта айнал мударрис әл-джадид деп жазамыз. Алифлам қосамыз мына жаққа. Мысалға, әт-тәжир деп тұр, әл-кабиру. Әт-тәжир әл-кабиру фис-суқи. Үлкен саудагер базарда. Яғни осылардың барлығына алифлам қойып шығамыз. Оқы дейді. Мына жақта біз әлләзи деген өттік. Әлләзи, әлләти деген.
Әлләзи деген не ол? Әлләзи дегеніміз бұл әлләзиден кейін егер етістік келсе, оған ған ген деген жалғау жалғаймыз. Ған ген, қан кен деген. Мысалға хоража деген шығу. Әлләзи келсе, онда шыққан. Яғни дәл қазір сыныптан шыққан студент мен Индонезия дейді. Индонезиядан дейді. Әл-китабу ләзи аләл мәктәбі лил мударрис. Партаның үстіндегі кітап мұғалімдікі. Лиман хазал қаламул jamilul ләзи аләл мәктәб. Партаның үстіндегі, көрдіңіздер ме? Партаның үстіндегі әдемі қалам кімдікі? Бұл партаның үстіндегі бұл әдемі қалам кімдікі? Әл-байтул кабирул ләзи фи залика шари'i лил вазир. Ана көшедегі, көрдіңіздер ме? Ана көшедегі үлкен үй көмекшінікі. Әл-вазир. Әс-сариру ләзи фи ғұрфати Халидин максурун. Халидтің бөлмесіндегі кереует сынып тұр. Жақсы. Бәйт жадид, жаңа үй. Бәйт дегеніміз бұл мәнғұт деп аталады грамматикалық тұрғыдан. Бізде басыш, баяндауыш деген секілді айтамыз ғой, термин. Бұл да араб тілінде мәнғұт дейді, сипатталған нәрсе. Ал сипатын нағат деп айтамыз, оны бағана айтқандай. Жаңа сөздер, әл-мәктәбату, бұл кітапхана дедіге. Әлән дегеніміз қазір. Әл-мирваха, желдеткіш. Әл-мустаусоф, бұл да не? Больницада, яғни аурухана. Әл-мадрас сәнәуия, яғни екінші деңгей деген мектеп. Әл-вазир, бұл көмекші, яғни директорды оң қолы да. Шахир дегеніміз бұл танымал дедік. Хаддун деген бұл өткір дедік. Осындай жаңа сөздерді жаттап есте сақтаймыз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.